Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен бөлме гүлдерімді көрсететін боламын. Мінекей, менің гүлдерім гүлдеп жатыр. Егер менің видеом ұнаса, соңына дейін көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Және каланхоя гүлдерімді де көрсеткім келіп отыр. Осыдан 3 ай бұрын каланхоя гүлдерімді қырқып, атроскаларын міне осындай кішкене қауашақтарға отырғыздым. Міне көріп отырсыздар, бұл гүлдерім де гүл ашайын деп отыр. Мінекей қараңыздар, барлық жерінен, бұтақтарынан, бір бұтақтың өзінен 2-3 жерінен гүл ашайын деп тұр. Мынау каланхоя гүлінің басқа сорты. Міне бұл да гүл ашайын деп отыр. Енді ең үлкен каланхоя гүлімді көрсетемін. Мінекей. Бұның алдында видео түсірген болатынмын. Алдындағы видеоларымды көрсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі букет сияқты. Бұл гүл де гүл ашайын деп тұр, мінекей көріп отырсыздар. Қараңыздар, қандай әдемі. Бір бұтақтың өзінен қанша гүл ашайын деп тұр. Бұның алдындағы видеомда барлығын көрсетіп айтқан болатынмын. Қарап көрсеңіздер болады. Менің каналымға бірінші рет кіріп отырған адамдар алдындағы видеоларымды көрсеңіздер болады. Каланхоя гүлінің қалай күтіп баптау керек, барлығын айтқан болатынмын. Мінекей қараңыздар. Өте әдемі болып өсіп келе жатыр. Алла қаласа, 1,5-2 аптадан кейін гүлін ашатын болады. Сол кезде тағы да видео түсіремін. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар.
Алда тағы да жақсы видеолар болады. Менімен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.